Армысыздар, қазылар алқасы. Менің есімім Әлетқыз Зияда. Мен Алматы қаласы Наурызбай ауданы нөмір 104 мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысы боламын. Менің таңдаған номинациям жақсылық керуен номинациясы. Менің жобам 35 игі іс жобасы. Яғни бұл жоба негізінде жақсы адам ағашаттары. Қоғамдағы мәселені айта кетсек, менің байқағаным оқушылардың қазіргі жүрегінде мейірімділік сезімі суып барады. Яғни қоғамдағы осал топтарға, табиғаттағы апаттарға және де басқа да жөндерге суық қарауы. Осы мәселені шешу жолдарын айта кетсек, яғни тікелей әрекет. Оған біз еріктілікті жатқыза аламыз. Қарттар үйі, балалар үйіне барып көмек көрсету. Келесі мектеп ішінде тәрбие отбасынан басталады, келесі мектепте жалғасын табады. Яғни ай сайын біздің мектепте ай сайын жәрмеңке өткізіледі. Жиналған қаражатты біз мұқтаждарға береміз. Тәрбиелік жұмыстар, яғни тренингтар, флешмобтар және тағы да басқалары. Енді өзімнің жобама тоқтала кетсем, 35 игі іс жобасы, яғни мектеп оқушылары жылына 35 игі іс жасайды. Оған волонтерлік, еріктілік, мектеп өмірін қызықты өткізу жатады. Неліктен мен жобамды 35 игі іс деп атадым? Себебі жоба Қазақстан егемендігінің 35 жылына орай ашылған болатын. Енді бұл жобаның міндеттемелері туралы айта кетсек, ең алдымен ол қайырымдылыққа тарту, келесі әлеуметтік осал топтарға көмектесу, қаржылық сауаттылықты дамыту және мейірімділік мәдениетін орнықтыру болып келеді. Енді осы жобада технологиялық әдістерді айта кетсек, ең бірінші бізде әлеуметтік желілер, Instagram, TikTok, YouTube сияқты әлеуметтік желілерде біз насихаттаймыз, яғни жақсылық жасауды трендке айналдырамыз. Келесісі бізде цифрлық күнделік, яғни игі істерді тіркеу және мобильді қосымшалар арқылы волонтерлікке тіркелу, яғни оқушылардың игі іс жасауға деген ниетін ыңғайлату болып келеді. Ең біріншісі бізде насихат, біздің мектебімізде ұрпақ үні медиа деген жоба жұмыс істейді. Ол жерде оқушылардың бізде жақсылық жасаған жұмыстары, зерттеулері және тағы да басқалары шығады. Ол жерде бізде жаңалықтар, газеттер, подкасттар шығады. Және әлеуметтік желіде парақшаларымыз бар. YouTube, TikTok, Instagram деген парақшаларымыз жұмыс істейді. Және бұл біздің жоба Қазақстан Республика мәдениет және ақпарат министрінен ресми құжатын алған болып саналады. Енді цифрлыққа өткізе келсек, бізде өтінім жасау сілтемесі бар. Яғни бұл сілтемені оқушылар Google-ға жазып, өзінің өтінімін жібере алады. Міне, мысалы, көріп тұрған өтінім формасы және де жоба туралы қысқаша ақпарат. Енді бізде өзіміздің чат-ботымыз бар. 35 игі іс чат-боты деп аталады. Бұл жерде бізде кері байланыс болады және тағы да басқа. Енді өзіміздің осы жоба ішінде жасаған жұмыстарымызды айта кетсек, біріншісі Каскоин жобасы, яғни нөмір 104 мектеп гимназиясының өзінің жобасы бар. Ол жобада оқушылар өзінің жетістіктерін мектеп әкімшілігіне көрсетсе, осыған орай өздерінің ақшасын ала алады. Біздің мектепте кішігірім дүкен жұмыс істейді. Ол дүкенде бізде оқуға арналған құрал-жабдықтар, тәттілер сатылады. Келесі қайырымдылық марафоны, яғни жәрмеңкелер. Ай сайын мектебімізде жәрмеңке болады. Ол жиналған қаражаттарға осал топтағы адамдарға көмек жасаймыз. Яғни қарттар үйіне келіп көмек көрсетеміз және жүректен жүрекке атты қайырымдылық акциясы. Яғни коммуналдық орындарда жұмыс істейтін адамдарға біз өзіміздің көмегімізді көрсетеміз. Мәселен, көріп тұрғандарыңыздай біз жасаған көмектеріміз, Каскоин жобасының валютасы, ораза айында таратқан заттарымыз, сенбілік, көмек көрсеткеніміз, яғни алғыс айтқанымыз. Яғни біздің бұл жоба тек қана жақсылық жасауға ғана тоқталмайды, мектеп оқушыларының және де өмірін қызықтыруға арналған. Мәселен, бұл суреттерде көріп тұрғанымыздай оқушыларымыз Ақсай компаниясына барған болатын, Макси Чай компаниясына барған болатын және тағы да басқалары. Біз тек қана теорияға емес, практикаға да тоқталамыз. Оқушылардың ата-аналарымен жұмыс жасаймыз, инспекторлармен жұмыс жасаймыз, апаттарға дайындаламыз және де флешмобтар ұйымдастырамыз. Енді нәтижесінде 2022 жылы бізде 200 адам қатысса, яғни оқушылар қатысса, 2025 жылы 800-ден астам оқушы қатысады. Біздің мектебімізде өзіміздің жақсылық ағашы бар. Бұл жақсылық ағашында оқушыларымыз өздерінің жақсылықтарын жазады және осылай жарыса келеді. Енді іс-қимыл жоспары біздің мақсатымыз келесі уақытта ұйымдармен қосыла жұмыс жасау және де тек қана аудандықта емес, республикалық масштабқа өту болып келеді. Енді медиа танымалдығы біз Қазақстан телеарнасы, бірінші арна Еуразия, Таңшолпан Қазақстан телеарнасында бармыз. Енді қорытындылай айта кетсем, 35 игі іс жобасы бұл жай ғана іс-шара емес. Бұл жобаның нақты мақсаты оқушылардың мейірімділік сезімін жылыту болып келеді.
назарларыңызға рахмет.